Hoş келдіңіздер бауырсақ каналыма. Бүгін осындай дәмді пирожки пісіреміз. Ыдысымызға суымызды құямыз, сүтімізді құямыз, тұз, қант, дрожжымызды саламыз, сұйық май жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы қосындыны енді ұнмен араластырып қамыр жасаймыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін бетін жауып 50 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз жақсылап көтерілді. Оны екіге бөліп, бір бөлігін 9-ға бөлдім, бір бөлігін 9-ға бөліп, домалатып, бір ыдысқа қойып жауып қоямыз. Қамырды осылай домалатып 18 бөлікке бөліп қойдық. Бір домалағын оқтаумен жайып аламыз. Қамырымызды бір домалаққа жайып алдықта, бүктеп бір бұрышқа қоя тұрамыз. Екінші қамырды алып, осылай домалақ қып, екінші қамырды да жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Осылай енді ертілген сары майды қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Осылай қамырымызға жайып шықтықта, екінші қамырды үстіне қоямыз. Үстіне қойған қамырды жаңағы ертілген сары майды жағып шығамыз. Қамырымызды майлап алғаннан кейін осылай 4-ке бөлеміз. Алдын ала мен сырды 4-кадан өткізіп, осылай бір шетіне салып, орап шығамыз қамырымызды. Қалғандарында сөйтем, сырды салып, домалатып, орап шығамыз. Қалған қамырларымызды үстіп жайып шығамыз. Енді мен бұған начинкасына картопты суға пісіріп алып, езіп, екіншісін осылай картоп салып істедім пирожкиді. Оны майлап қойған қамырымызды 4-ке бөлеміз, жаңағындай қайталаймыз. Енді бұған картопымызды салып, осылай орап шығамыз. Бәрін осылай қып жасап шығамыз, бүкіл қамырларды осылай. Мұны пирожкимізді бәрін осындай домалатып шықтықта, бір жұмыртқаның сарысын алып, бетіне жағып шығамыз. Духовкамызға салып, жарты сағат пісіріп аламыз. Мұны осындай дәмді жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көп рахмет.